Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Бүгін біз видеоға озвучка жасауды үйрететін боламыз. Мен оны CapCut приложениясы арқылы жасайтын боламын. Кірген кезде новый проект батырмасын басып, видеомызды таңдаймыз. Мен мәселен мына видеоны алатын боламын. Сіздер кез келген өздеріңіз телефон арқылы презентация жасап, телефон арқылы да озвучкасын жасап, дайын сабақ жасасаңыздар болады. Менің осы бір видеом бар. Ол видеоның үстіне бір рет басамын да, төмендегі громкость дегенді мен 0-ге қойып тастаймын. Сол кезде менде видеомның жаңағы дауысы өшеді. Дауысы өшкеннен кейін менде мына жерде звук деген төменде екінші тұрған батырманы басам, и мына озвучка деген батырманы басамын. Так, ол үшін бізде мына микрофонның ізін басып ұстап тұруымыз қажет, запись жазу үшін. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін мен офлайн сабағымды өттім. Бүгінгі сабақта ару қызымыз жайлап өзінің қорқыныш барьерін жеңіп, ағылшын тілінде қарапайым сөйлемдерді айтып үйреніп жатыр. Так, галочканы бастым. Допустим, мысалға менің записім бар. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін мен офлайн. Енді мынау осы записті ұстап тұрып, былай оңға, солға деп қалаған жеріңізге жылжыта аласыз. Бірінші. Екінші, осы звуктың үстіне басып, голосовые эффекты дегенді бассаңыз, мына жерге дауыстың дауыс өзгеріп жатыр. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін мен офлайн сабағымды өттім. Грубый болып естіліп жатыр. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қайырлы күн, құрметті Қайырлы күн, құрметті. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін мен офлайн. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Осы жерден, өзіңізге қалағанын аласыз. Мына жақта X-ті бассаңыз, уже ешқандай өзгеріс болмайды. Плюс к этому мынау звук мысалға сізге ұзақ болып кетсе, допустим, мына жерді басып, соңғы жағындағысын басып былай қысқартып алып келе аласыз, немесе разделить деп мына керек емес бөлігін өшіріп тастай аласыз. Видеоның да керек емес бөлігін мысалға қарасы керек емес бізге өшіріп тастай аласыз. Жоғарыда міне 1080 деп тұрған жерді басасыз да, 60 частота кадр 60-ты таңдаймыз. Неге 60-ты? Себебі качествосы өте жақсы болып сақталады. Сонымен жоғарыға қарап тұрған стрелканы басып сақтап аласыз. Қаласаңыз мына жерге сіздің осы жазған аудионыздың үстіне мысалға текст батырмасын басып текст жазсаңыз да болады, допустим, осы айтқан сөздеріңіздің барлығын жазсаңыз болады. Міне былай ұзартуға да болады. Осының үстіне қосымша тағы да текст жазуға болады. Яғни бір жерде сіз 2-3 текстте жаза бересіз. Қалағаныңша ұзартасыз, қалаған қажет емесін өшіріп тастай аласыз, оның орнына ауыстыра аласыз, шрифтін өзгерте аласыз, түсін өзгерте аласыз. Барлығын өзіңіздің ыңғайыңызға қарай жасай аласыз. Сөйтіп сақтап аласыз.